Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын каналыма қош келдіңіздер. Бүгін майонезбен кекс әзірлейміз. Кексіміз бір жасағаннан шығады, әрі өте биік, жұмсақ болып шығады. Ортасы да толықтай пісіп шыққан, әрі өте дәмді болады кексіміз. Ең алдымен кексімізді әзірлеуге қажетті заттарымызды дайындап алдым. Бізге жұмыртқамыз қажет, шекеріміз, майонезіміз, разрахетлі қопсытқышымыз, мейізіміз, ертіп алған сары майымыз бен ұнымыз қажет. Кексімізді әзірлеуге қажетті заттарымызды дайындап алдық. Енді ыдысымызды алып, ыдысымызға жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқамыздың үстіне шекерімізді қосып, жұмыртқамыз бен шекерімізді ақ пена болғанша жақсылап миксерлейміз. Массамыз ұлғаяды. Осылай ақ пена болғанша жақсылап миксерлеп алдым. Бізге енді майонезіміз қажет. Мен осы три желания майонезін қостым. Майонезімізді қосамыз. Ертіп алған сары майымызды қосамыз. Миксерлейміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Бір-екі болып араласқанша миксерлеп алдым. Осылай араластырып алып, қойып қоямыз. Енді құрғақ заттарымызды араластырамыз. Електен өткізіп алған ұнымыздың үстіне қопсытқыш разрахетлімізді қосып, бір-екі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып алдым құрғақ затымызды. Енді тестамызды миксерлей отыра. Құрғақ затымыз ұнымызды қопсытқыш екеуін араластырып алғанымызды тестамызға барлығын бірден қоспай, осылай екі бөлікке бөліп, қосып, жақсылап бір-екі болғанша тестамызды миксерлеп аламыз. Осылай бір-екі болғанша миксерлеп алдым. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Осымен кексіміздің тестасы дайын. Салмасына мейіз қоссаңыздар да болады. Мен мейіз қосып жібердім. Жаңғақ қоссаңыздар да болады. Осылай мейізімізді қосып, жақсылап тестамызды араластырып дайындап қойдық. Енді бізге формамыз қажет. Мен осындай кекске арналған форманы пайдаландым. Формамызды жақсылап сары майымызбен майлап аламыз. Осылай сары майымызбен жақсылап майлап алып, дайындап алған тестамызды кексіміздің формамызға құйып шығамыз. Кексіміздің құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай дайындап алған тестамызды формамызға құйып алдық. Пешімізді қыздыруға қойып қоямыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 40 минутта пісіп шығады кексіміз. Кексіміз пісіп шықты. Толықтай пісіп шыққанын көру үшін спашка немесе тіс тазалайтын осылай таяқшамызбен тексеріп көреміз. Құрғақ болып шықса ағашымыз толықтай пісіп шыққан, толықтай суытып барып, 1,5-2 сағаттан кейін осылай жеңішке пышағымызбен осылай шешетін ажыратып алдым. Осылай ажыратып алып, келесі бетіне аударамыз кексімізді. Осылай формамыздан кексімізді шығарып алдық. Сәндеу жағы өз қалауларыңызда. Мен сахарный пудрамен сәндедім. Шоколад қоссаңыздар болады бетіне сәндеуге. Осымен керемет кексіміз дайын. Өте жұмсақ болып шығады. Кескен жері көрінбей қалыпты. Кексіміз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Қош сау болыңыздар.